Nurs автосалонға каксыз? Біз Nurs автосалонға туғандар. Opel келді. Папайлам изеген туғандар сіздер үшін машиналар аз көргендер. Акция, туғандар. 2000 жыл шығарылған Opel Vectra универсал кузовта жақындырақ кел. Так, шығарылған жылы 2016 не должен? Карбюратор. 1.6 карбюраторына барып тарсаң нері, мына бағасы вообще бір бағамен келген болды. Азыр шок уйцынамен келді. Мына туғандар, мол басыны көрдіңдер ме? 110 000 дейді. Азыр уққыла до конца. Басыны в конца айтпайсыз, аяғын айтпайсыз. Туғандар, мына машина оталып тұрады, мотор үнü, бұл просто GoPro'сы айрық кен. Ошол үшін үнü қалып шығады. И вложение гурда болды. Алғанда жақсы еді должен. Болды. Алғаны внешка, папайлам айдайып тұрған машина. Зачем? Внешканы қарам. Içini тапсаңар даржамен келіп içini. Абзал должен өзі көргөсün. Короче, ішіне салонын өткендечі туғандар бер. Жақсы химчистка керек та салон сиденьяларды. Бажлайын. А так поляға өлет. На механике, гидравликада ошон вложение спар, печка, мечка, фара, бүт пол иштейт, дворниктер иштейт, су чачмай иштейт, полный зың. Ручкасы ішінен açылбайды. Короче, bir жақта ешік açılбайды. Багажын ашты, салынған багажда универсал кузовтық іч тұрау. Универсал, мына чоң генен. Туғандар, көрсінер болады. Жерік жерлері жоқ туғандарында. Каканы есте аласыңар, азыр бұны каканы ес аласыңар дағы 75 000 сом аласап тұрау досым. 75 000 сом бұны басы туғандар. Аласыңар дағы айдайсыңар, токка айдайсыңар. Болды, қалғандағы конкрет беле тақаду жүріп тұрған машинада папайлам. О, көп кем келтір mesela Жигулини сұрады та, нормальный Жигули 100 000 ақша тұрады та, Жигулиге аранаймен өзіне деле приятный рахман, это чаще бітті. 75 000 сом, иномаркада по-любому 75 000 сом, полный на ходу. Аккумуляторда, карбюратор машина орытпайды кетті туғандар, нормальный отават, столпинка, фартыши, жүріші, бүт, жақсы, бүт, зым. Анан туғандар, бұл жақта да көрінді. Туғандар, папайлам кім машина сұратқандар болса, мұна келбейсің дозым, тұрып қалай. Мұна папайлам сұратқан машиналар болса, мұна енді варианттар бар туғандар. Балар реально арзан бағаменен дәді гольф тройкаға чейін туғандар. Бұл машиналардың бүт обзорлары бар. Анан бұл жақта дағы екі машина бар дәді. О, Нисанды дозым жүрсем, Нисанды баша бағасын жүріп 100 000 долларға түсіп дозым бар. О, Нисанның басы қандай? Типа минимен, типа. Оның басы 100 000-ге түшті туғандар. Мына көріп отырсыңдар, бүт бар, нақауды моторда жақсы отылады, сполпинг отылады. Бұнда басы татсаң, қанша минге келділі мұна? Бұл 160 000-ге келген туғандар. Бұда вложение гур и астына жоқ, гур жоқ та дозым бұнда. Бұда өзіне жоқ, бұда өзіне гур жоқ. Болды, атак полный зыңқ нақауды, мотор түтөйт, О, туғандар, мұна папайлам арзанырақ машиналар көрдіңір варианттарды. Эми кирип профилде шашпай обзорларын қарай берсеңіздер болады. Біз Nurs автосалон қызматыңарда баларды бүт машинаны реальный олады, тұрауым папайлам. Арзан. Так что туғандар, біз бөлек жаққа көчіп отауыз, сондықтан распродажа болып кетті бұл жағы. Даң жұлып кеттікілі. Эми қайсы номер қайрылсын? 0556 23 20 70 номердейіз. Nurs автосалон қызматауыз. Ассалаумалейкум. Туғандар, ассалаумалейкум. Туғандар, бүгін өзгөчө шоуковый ценамен машиналар келіп отыр. Туғандар, мындайда мен сіздерге бір өтө Қырғызстанда мындай бирле экиле машина таап бердім, бирок өтө реальный бағамен, арзан бағамен таап бердім. Қандай машина десеңер, туғандар, мындайда Bumblebee бар ғой, Bumblebee. Ошондой Bumblebee-ни 75 000 сомго аласыңар, албайсыңар. Ошо суроодо азыр мына көргөзөйүн, тине келе атат туғандар. Келе атат. Туғандар, тартсын. Туғандар, бул Alfa Romeo. Шығарылған жыл 99. Бұның Жулиетасы жоқ болуы туғандар. Кімге керек болса, мына Абдулла досымыз түсіндіріп береді. 1.9 турбо дизель туғандар. Турбинасын үйлеген Абдулла өзі айтып берсін. Доброго времени суток всем друзьям. Обзор пошел на русском. 1.9 турбодизельный мотор, без нареканий по мотору. Турбина тоже работает, свистит все четко. Пойдем по кузову покажем. На своих железных дисках резина чуть слабоватая, правда. Двухтырная купе, салон весь полностью кожаный, в нормальном состоянии еще. Печка, все работает. Руль, гидравлика. Шок бөлөкчө машина келет деп. Мына полный салон. Просто на место поставить. Да, полный. Полностью все двери, все открывается, все сиденья, все полностью поднимается, двигается, спускается. Короче, друг мой, уважаемый, билет возьмете и будете рядом ездить. А так реально эту машину взять $400. Вот так двери сделать, что вверх открывались, и все, огонь-то. Ну, тянет бодро. Так, уважаемые мои друзья, это мини Bumblebee.
Альфа Ромео. Жилета только тут не хватает. Абдулла, женатый. Жилета ему не надо. Вот, смотри, подойди поближе. Вот, смотрите, друзья. Вот сюда свою жилеточку посадите, вот, видите, на кожаном салоне. Подогрев, конечно, нету, подогрев котена нету, друзья, уважаемые. Но в основном вашей жилете будет здесь комфортно, очень будет комфортно, потому что здесь турбина стоит. Турбина очень хорошо дует, он прям сисит вот так. Короче, туғандар, турбинасы іштегенде зынкен, мотор іштегенде зынкен, майдакта Пахадовский, конечно, вложениясы бар, біреу бұл... Пахадовский вложение бар. Ай-яй-яй, басын айтты. Досым, жылы 99, 1.9 турбина, Альфа Ромео. Альфа Ромео, 99, 1.9 Басы қанша болды турбина, досым? дизель. Басы туғандар, 75 мин или сам, 75 мин сам. На полном уверенном ходу. Ассалаумалейкум. Номер. Туғандар, ассалаумалейкум. Досым, ояқтачы көп киши арзан машина на автомате сұрап отқанда қой, досым. Еще на автомате болғын аз келгенсіпші, досым. Могучы кожан салоны да қой, мына кожан салон тартсаң, Юком олар тартсаң, полный кожан салоны. Туғандар, мұндай салон, полный кожан салон. Автоматта Ford Focus, туғандар, шығарған жылы 2000 эми, досым, не дейсің ен бұл жағын? Айтшы, басы өте арзан болот ал? Басы өте арзан, до конца көргіле басыны. Анан ичи салонда қарсаң, приятный кожаларына әріп жоқ болмай. Кожан салонда да? Нормальный, приятный. Сыртқа шығалы, Сыртқа чотыр бір көшіп қойды туғанда. Туғандар, мына бұл машина өзі российский номерді, орыс номерді, өңі қара түзді, бірақ туғандар, носы тешіліп, чашкалары чиріп, деген нәрсе жоқ вообще. Тешік-пешіктер жоқ вообще. Туғандар, келесіздер мына ондай мелкий нәрселер бар, болды да, в основном көп чиріктерді жоқ. Анан должен, не дейсің анда, дополнительно почту ба? Полный, төрдөртен титанка дискада, арнайы резинада, ол жақ артына көстөйс багажникте, бұл запаста тұрады, артына титанкасы тұрады. Ичini көргөнөйм, нормальный да, мындай просторный салон, кенен полный электропакет. Басы аябай арзан болуп, мындай. Досым, багажды ачайыншы, багажды көргөсүз Чип бас, багажникте көстөйс. Багажды ачканда, багажникте полик бар, аккуратный. Мына астына мына 4 титанкасы бұл жақта. Короче, biraz айдачыда уважение, конечно, бар, жоқ емес тұрғаны. Жоқ, мына основной емесі нормальный. Бұл жақта кішкене шпаклевкалар бар, бірақ чирик вообще жоқ тұрғандар. Астыдағы, чашкасыдағы бүт полный, чириги жоқ, бүт полный, законный. Мына мерде бар да, келсеңер, життер, мына келсеңер, мына мерде бар да, мо капоттың мерінде. Аны ачык айтыш керек. Бирок калган жери жоқ туғандар, калган жери бүт жай-жай ордунда. Туғандар, буну чыгарган жылы 2005 объемдо на автомате левый руль Ford Focus туғандар, арзан баа сурагандар. Еще дозум, бүт документи бар. Мына номер орус, бирок туғандар документтер полный ордунда да, мисалы СТС, ПТС-касы бүт бар. Штрафы жоқ, туурабы досым? Штраф жоқ. Мунун баасын канча койдук? Реально айтчы, 115 000 деп салалы. Туғандар 115 000, 5 000 да 110 деп коелу. Жоқ, досым, 115 деп эле коелчу мындай. Реальный баале койду. 115 000. Эми эси да просто айтып атат да, билейин жигиттер муну арзан коюп атам, итак 115 000 мындай керек акча деп атат да, ошол 115 000 деп эле коелу. Всё, 115 000 туғандар. На автомате бүт документтер ордуна, чириги жоқ туғандар. Нус автосалонда машина алып келип көрүңүз. Биздин номерибиз 0506 23 20 70 нөмірінде. Ассаламу алейкум туғандар.